Айгүл. Айгүл. Ішпеймін. Көрші. Жынды кешір ішпеймін. Көрші. Ішпеймін. Достар, Айгүл екеуміз енді біраз әңгімелестік, сөйлестік. Енді әдемі болып. Мен бір предложение айттым, короче. Енді екеуміз арамызда конфликт болып қалып, соның бәрін шешу үшін бір жаққа барып қайтайық дедім, бір-екі аптаға. Как раз бір-бірімізді жақсы танып қалармыз деген сияқты. Тәтеміз енді келіскен сияқты болып, қазір прям айттым, үйіме бар да, чемоданыңды дайында, кетеміз дедім. Соны көреміз енді, бірақ ол жақта мен ғана сыналайын деп тұрсын, бұл кісіні де көреміз енді, барынша сынаймыз. В общем, күтіңіздер, қатты қызық болатын сияқты что-то. Біз керек қой, бізде оны сынауымыз керек деген сияқты. Сонда екеумізге де ой келді, ол кісі ұсынды, бір енді қалай айтсам болады. Ол жақта да енді екеуміз де қатты сыналайын деп тұрмыз. Ол кісі де, мен де енді көреміз енді не болса да алда уақытта. Сіздерге де бәрін көрсетіп отыратын боламыз. Қызық болатын сияқты. Өзім де ойлап тұрмын, қалай болады екен деп кішкене. Сол. Алайсыңдар, достар, біз Швейцарияға келдік. Қалайсың Швейцария? Қайықтың Швейцариясы? Шымкентке келдік. Шымкент деген Швейцария ғой енді, міне. Көп ойлап қалды. Вот қайтадан шетелге кетейін деп жатсыңдар ма? Не болайын деп жатыр деп дайрект деген ойбай айқайлап жатыр. Но не үшін келгенімізді қазір сіздерге айтып берейін. В общем, достар, енді білесіздер, Айгүл екеуміз арамызда кішкене кикілжіңдер болып қалды. Енді түсінбей жатыр, қандай отношение, не болып жатқан. Поэтому, в общем, маған бір идея келді да, и сол идеяны кеше айттым да. И бұл тәтеміз тез чемоданын жинап шықты да, ойлап қалып шетелге кетіп бара жатырмыз ау деп. Енді қызық нәрсе болып жатыр, қараңыздар. В общем, бізге осы Шымкенттің маңайынан примерно бір ауыл керек. Бір жақын арада барып келетін ауыл. Ол ауылда не істейміз біз? Ол ауылда біз тұрамыз, короче. Бірақ ол жерде обязательно сиыры, қойы, огороды, бақшасы, и кәдімгі отыны, и қой соям ба, бұл кісі сиыр сауам ба, в общем, ауыр болған деп тұр. Қой соя аласың ба, точно? В общем, кімде сондай үйлер болатын болса, бір 15-20 күнге ма бізге беріңіздер, ақшасын төлеймін өзім. Бірақ сол үйге келіп кәдімгідей, сол үйдің адам құсап, может, продуктыларыңызда келіп тұрамыз ба, сондай бір осы Шымкенттің жанында бір жарты сағат 40 минуттық жердегі сондай бір үй керек болып тұр срочно. Сол жерде Айгүлді сынаймыз, бұл мені сынайын дейді. Сонымен, в общем, қайтқан кезде, в общем, бәрі белгілі болды. Сөйлей алмай жатқанымша күн ысып жатыр, кішкене шашлык болып жатсың, короче. Не істеп тұрсың? В общем, достар, күтемін, давайте. Күтемін.